Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әрдайым дүйімші имамдар сауатсыз ақпаратты таратады. Бірақ бұл ақпараттың пайда болу себебін білмейді. Сол сияқты пайғамбардың әйелдері саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандардың аналары екендігі туралы ақпаратты таратуда. Бірақ неліктен екенін олардың ешқайсысы білмейді және нақты жауап бере алмайды. Аллах тағала Құранда пайғамбар өздеріне қарағанда мұсылмандарға жақын, ал оның әйелдері олардың аналары дейді. 33-ші сүренің 6-шы аятында. Басқа бір аятта Аллах былай дейді: Аллахтың елшісін ренжітпеңдер, ол қайтыс болғаннан кейін оның әйелдеріне үйленбеңдер. Шынында да бұл Аллахтың алдында үлкен күнә. 33-ші сүренің 53-ші аяты. Олар тек осы екі аятты ғана себеп ретінде келтіреді. Мен бұл ақымақтықты тоқтатып, осы аяттардың пайда болуының нақты себебін айтуды шештім. Катада деген сахаба болған бір адам бір кісіден естігенін айтады, былай дейді: Алланың пайғамбары қайтыс болғанда мен Айшаға үйленем дейді бір адам, бір сахаба. Осыған орай мына аяттар түскен: Аллахтың елшісін ренжітпеңдер, ол қайтыс болғаннан кейін оның әйелдеріне үйленбеңдер. Шынында да бұл Аллахтың алдында үлкен күнә. Және екінші аят: пайғамбар өздеріне қарағанда мұсылмандарға жақын, ал оның әйелдері олардың аналары дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Саламаға және Хубейс бин Хузафаның жесірі Хафсаға үйленгенде екі жүзді адамдардың бірі: Мұхаммед неге біздің әйелдерге үйленеді? Аллаға ант етемін, ол қайтыс болғаннан кейін біз жебелерімізді оның әйелдеріне қарай бағыттауымыз керек, яғни оларға үйленуіміз керек дейді. Бұл сөздер пайғамбарға да жетеді, саллаллаху алейхи вассаламға, және оларды есту оған өте ауыр тиеді. Осыған байланысты Аллах тағала жаңағы екі аятты жіберген. Осымен Аллах оның әйелдеріне үйленуге тыйым салып, олардың мәртебесін сахабалардың аналарының мәртебесімен теңестірді. Себебі анасына ешкім үйленбейді. Сенімді хадистардан біз жұмақта әрбір әйел дүниелік өмірде оның соңғы күйеуі болған ер адаммен бірге болатынын білеміз. Міне мұсылмандардың аналарының дүниеге келуінің нақты себебі осы болып табылады. Сансыз, шексіз және сетсіз мақтаулар тек жалғыз Аллах тағалаға болсын.